Hi guys, I would like to introduce about summative assessment for the third term for second grade. Task 1 for listening. Listen to the teacher and fill in the gaps with appropriate letters. Мұғалімді тыңдаңыз және көп нүктенің орнына тиісті әріп тіркестерін қойыңыз. Fish – балық, brush – тіс щеткасы, cheese – сыр. Task 2 for reading. Read the words, find the parts of the head, circle and spell them. Екінші тапсырма оқылым бойынша сөздерді оқыңыздар және бастың мүшелеріне қатысты сөздерді дөңгелектеп қоршайсыздар. Ие – құлақ, маус – ауыз, ай – осы дене мүшелерін дөңгелектеп қоршап қоясыздар. Task 3 for writing. Write the missing words in the sentence. Үшінші тапсырма жазылым бойынша тиісті сөздерді толық жазып, сөйлемді толықтырып жазу қажет. You can eat a cake at the birthday party. They can see many flags on Independence Day. We wear national clothes on our day. Task 4 for use of English. Look at the pictures, write simple sentence about what you can and can't do. Example, there is given, I can speak English. Төртінші тапсырма грамматика бойынша. Look at the pictures, яғни суреттерге қараңыздар дейді. Can және can't do сөйлемдерін қолданып, қарапайым сөйлем құрап жазу керек суретке қарап. Мысалы, I can speak English. Мен ағылшынша сөйлей аламын дейді. Екінші сөйлемде You can take my book. Менің кітабымды ала тұрыңызшы. Екінші сөйлемде Can I help you? Сізге көмектесейін бе? Ал соңғы 5-ші тапсырмаға да келіп жеттік. Бұл speaking бойынша екен. Look at the pictures and give instruction to your classmates. Суретке қарап, өзінің сыныптас досына инструкция беру керек. Dance, бірінші суретте, яғни билеңіз. Екінші суретте jump, секіріңіз. Үшінші суретте write, жазыңыз. Ал достар, сабақ пайдалы болған болса, онда комментарий қалдырып, достарыңызға осы сабақтың сілтемесін жіберіп қойыңыздар. Подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі сабақтарда шығатын видеома өзі хабарлама келіп тұрады. Ал келесі сабақта кездескенше, goodbye!